Сәлем достар! Кука Бека каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Достар, өздеріңізде Инстаграмнан күнде көріп жүрген шығарсыздар, иә? Қазір Барби образы деген хит болып жатыр екен. Сол Барби образын бүгін мен қолымнан келгенше жасап көрейін деп жатырмын. Қазір еще кинотеатрда Барби киносы болып жатыр екен ғой, иә? Сіздер Барби киносына бардыңыздар ма? Қызық па, қалай өзі көруге тұрарлық па? Сонда комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Еще баяғыда кішкентай кезімізде біз кукламен ойнайтын едік қой, Барби куклалармен. Неше түрлі куклалар болатын еді ғой, шаштары ұзын, шаштары қысқа. Соларға киім тігіп, неше түрлі қылып шаштарын жасап, сөйтіп қоятын едік қой, еще өріп. Неше түрлі Барби куклалар болатын еді ғой, иә, достар. Сіздер кукламен ойнадыңыздар ма? Сіздерге қандай кукла ұнайтын еді? Қандай кукламен ойнадыңыздар? Оны да комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Маған мысалға семейный куклалар ұнайтын тұғын. Қасында күйеуі бар, баласы бар, андай қасында әйелі бар, Барби кукла әдемі, бұл шашы ұзын, бұл күшті көйлек киіп алып тұрады ғой. Сондай кукла ұнайтын тұғын маған. Сонда мен ойнасаң деп ойлайтын тұғым да. Біздің кезімізде, енді осыдан 20 жыл бұрын ғой, ондай куклалар қолжетімсіз тұғын ше. Қазір енді барлығы бар ғой. Достар, мынау шашым мынандай болып тұрғанына мән бермеңіздер. Қазір мен образ жасаған кезімде шашымды да келтіріп қоятын болам. Жаңа просто мына жердегі боянғанда мешрет жасамасын деп алдыңғы жақтарын үстіп тиіп қойдым. Ал достар, онда мен образ жасауға кірісейін. Мінекей мына жақта бояуларымды дайындап қойдым. Мен еще білесіздер ғой, мен дұрыс бояну білмеймін негізінде. Бірақ Инстаграмдағы адамдардың неше түрлі образ жасағандарын көріп, қызығып кеттім. Мен де осы жасап көрейінші, қалай шығады екен деп. Енді қазір көретін боламыз. Достар, мен мына жаққа қойып қойдым, мен тұрып ойнайын деп жатырмын. Өйткені отырып ойнайтын болсам, Аслан келіп барлығын шашып тастап жатыр. Мына жақта енді бояуларымды дайындап қойдым. Осы фонарикімді жағып аламыз бетке. Әйтеуір бояну білмесек те, қазір тырысып көрейін деп жатырмын. Мен негізі әйтеуір неден көреміз ғой, жаңа Инстаграмнан. Үстіп бояну жатады ғой. Қасында Асланчик отыр, ойнап, әңгімесі айтып қояды маған. Достар, осы ше, негізі сам себе визажист дегенді оқып алу керек еді ше. Күшті бояндыруды үйретіп жатады ғой осы ше. Так. Бірақ ше, қазір күн ыстық қой, иә. Боянуға да желаниесі жоқ шығар адамдардың. Ал достар, сіздер ше, мынандай күннің қатты ыстық кезінде қатты боянып жүресіздер ма сіздерде? Или шығып кете саласыздар ма, қойшы деп. Шашты жинап, киініп. Күн ыстықта боянуға дым желание жоқ деп. Так, тоналкамызды жағып алдық. Енді пудра жағамыз. Бәріне бір жағып алайық.
Так. Бірақ болды. Қасымды өйін ет башлай. Мен қарбайдыр. Так, қасымды бояп жатырмын. Көзді бояп алдық. Енді келесі тень жағамыз. Мен бояларымның көбісінше аслан ойнап шашып тастаған ше. Так, қандай цвет? Розовый, иә? Әйтеуір бәрі розовый цвет жағып отыр екен ғой. Розовый Барби деп. Тени. Розовый цвет. Так, розовый цвет тени жақтық. Екінші көзіме жағайын. Мен өз басым негізі өмірде розовый цвет жаға алмайтын тұғым ше. Розовый цвет тень біртүрлі көрінеді. Слишком яркий сияқты ма. Достар, мен сіздер үшін тырысып жатырмын. Осы видеоны бағалап кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін жаға алмайтын розовый тенді де жағып жатырмын ғой. Образ үшін. Ой, сенде жақ болды. Енді туш жағамыз. Туш жақтық. Нет еще. Туш бояп алдық. Енді розовая помада. Розовый помада жақтым. Так, енді жақта щетка румянаға арналған. Жақта менде қандай румяналар бар. Розовый цвет румяна жағам. Жағатын бетіңіз, ә? Мен негізі байша өмірде румяна жағып боянбайды екенмін. Енді жағып көріп жатырмын. Әбейі қалай жағады, солай жағатын бет. Енді кішкене хайлайтер жағып жүрем мына жерге, жылтырату үшін.
Енді қазір шашты дұрыстау керек. Момент. Мінекей достар, менің макияжым осындай болып шықты. Қалай былай ұқсайды ма? Қазір енді көйлегімді киіп шығам. Тадам! Достар, көйлегімді киіп алып, сіздердің алдыңызда толық Барби образымен шығып тұрмын. Достар, қалай болыпты? Макияжым, шашым, көйлегім. Сіздерге былайдан көрсетейін толықтай. Мен негізі дәл былай қатты батастырып боянбайтын едім негізі өмірде ше. Қалай болып шыққан деп ойлап баяндап тұрмын негізі. Былай толық былай енді батастырып боянбайтын тұғымда. Достар, бүгінгі сіздер үшін тырысып мен Барби образын жасадым. Қалай сіздерге ұнады ма достар? Барби образына ұқсапты ма? Қалай шыққан? Міндетті түрде комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер достар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздер үшін осындай образ жасап тырыстым енді. Қалай көйлегім, макияжым, сонда бағалап кетіңіздер. Достар, міндетті түрде біздің каналымызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Бүгінгі менің былай образ жасаған стараниямды лайк басып бағалап кетіңіздер. Достар, сау болыңыздар.